Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын картошка мен тауық етін пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Картошкамызды осылайша сопақша етіп турап аламыз. Сарымсақты да осылай майдалап тураймыз. Сәбізді де дөңгелетіп турасаңыздар болады. Келесі осы пиязымызды тураймыз. Тауық етімізді қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Тұзымызды салып, әртүрлі бұрыштарымызды салып, өз қалауыңызша салсаңыздар болады. Мен паприка, қара бұрыш, кориандр қостым. Майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Духовкада 180 градуста шамамен 1 сағаттай пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.